Қыздар сәлем. Каналға қош келдіңіздер. Бүгін біз хе дайындаймыз. Кәрістердің басты тағамы хе. Бүгінгі хе тауықтың жүрегінен жасалатын болады. Ол үшін не керек? Ол үшін тауықтың жүрегі керек болады. Бұл жерде бір 300-400 грамм. 400 граммға жетпейтіндей хе бар бұл жерде. Жүрек бар бұл жерде. Содан кейін сәбіз біреу, пияз екеу, чеснок, тұз, бұрыш, кориандр, кинза және соевый соус. Қытайдың тұзы керек бұл жерде. Уксусты қоссаңыз қосыңыз, қоспасаңыз қоспай-ақ қойыңыз. Мінекей мен жүректің бәрін тазалап бөліп алдым. Әдей бір-екеуін қалдырып қойдым сіздерге көрсетейін деп. Мынау трубочкасын былай кесіп алып тастаймыз. Сыртындағы пленкасын былай қылып алып тастаймыз. Содан кейін жүректі ұзыннан екіге бөлеміз. Тура осылай етіп, қыздар. Мінекей, ортасында қаны болса үйіп қалған. Қазір жүк тастаймыз оны суық суға. Тағы бір рет көрсетіп жіберейін. Трубочкасын мінекей осылай бөлдік. Пленкасы жоқ бұнаның ішінде, барлығында пленка бола бермейді. Одан кейін ұзыннан былай бөлдік. Енді мына жүректі жақсылап тұрып суық суға жуамыз. Қыздар, мінекей жуып әкелдім. Мынандай сеткаға салып әкелдім. Кішкене бұл сорғи берсін дедім. Енді хенің салмаларын дайындай берейік. 2 пиязды бірінші ортасынан бір бөлеміз дағы бұлайнан етіп тураймыз. Полукольца дейді орыстар. Солай етіп тураймыз пиязымызды. Одан кейін морковь, сәбізімізді осындай теркадан өткіземіз. Ұзыннан. Корейский салат сияқты. Бұнымызды дайындап алдық. Енді чеснокты, 3 тал чеснок қақ төбесінен тарс еткіземіз дағы. Одан кейін оны ұсақтап тұрып тураймыз, қыздар. Үгітіп тураймыз ұсақтап. Қыздар, арнаға жазылып, кішкентай ғана қоңырау шанып баса кетіңіздер. Мінекей, чеснокты турап алдық. Бұны да дайындап қойып аламыз. Енді газымызды жағып, үстіне табаны қойып, сұйық май құямыз. Шамамен бір 50-60 грамм. Май қызған кезде мына жүректі саламыз. Тұзды әлі салмаймыз, қыздар. Араластырып жіберіп, қақпағын жауып қоямыз. Міне осындай болып суы шығады. Осы суға піседі бұл. Бұны сізді қыздар неге майға қуырып жүрмеңіздер. Тұзын әлі салған жоқпын. Кішкене піскеннен кейін, ары кеткенде бір 7-8 минуттың ішінде пісіп шығады, қыздар. Мінекей, енді тұзды салдым. Жүп-жұмсақ болып жүрек пісті. 7-8 минуттың ішінде. Майға қуырмаймыз. Бұл қатайып қалады, қыздар, майға қуырсақ. Содан кейін бұның үстіне су құйып, тағы да бір 40 минут тушить ету керек болады. Сондықтан да майға қуырмаймыз. Как суы бітеді, майы ғана қалады. Тіпті аса қатты суының біткенін де күтпеңіздер. Міне мен енді қақпағын жаппаймын. Суының тартылғанын ғана күтіп отырмын. Мінекей су тартылған кезде пиязды салып жібердім. Қыздар, пиязды қуырмаймыз. Әншейін ыстық майға ысытамыз. Түсіндік қой, қуырылып кетіп жүрмесін. Содан кейін сәбізді саламыз. Сәбізді де қуырылып кетіп жүрмесін. Әншейін ыстық майға жібіттік, жұмсарттық, қазақшасын айтқанда. Одан кейін газдан алып қойып, столдың үстіне қойдым міне табаны. Су ішіндегі май ыстық болып тұрған кезде чеснок, қызыл бұрышты салып жібердім дағы, сол ыстық майға араластырып жібердім, қыздар. Мінекей, болды. Енді соевый соусымызды құямыз. Шамамен бір жарым, 2 қасықтай. Кинзаның свежий болғаны өте жақсы, қыздар. Свежий таппаған соң еріксіз осыны қостым. Кориандр қостым. Кориандр көп болып кетсе мынандай қылып алып тастаймыз кішкене. Содан кейін Қытайдың тұзы дейді мынау, кристаллики салдым. Қыздар, өте дәмді бұл. Піскен картошкамен тіпті күшті болады. Уксусты
құймай ақ қойыңыздар, мен өзім жақсы көргендіктен кішкене құйдым. 9%-тік уксус. 1-2 тамыздым, көрдіңіздер ғой міне. Осындай ғана. Майы көп болып кетті деп переживать етпеңіздер. Бұл піскен картоппен қатып кетеді, қыздар. Бұны ыстық тамақ ретінде де картоппен жеуге болады. Не болмаса қонақ келсе салат ретінде де столға қоюға болады. Мінекей мен үстіне кунжут септім. Өте дәмді хе болып шықты. Жұмсақ, губка сияқты. Кішкене тұрса тіптен жақсы болады. Ана согының бәрі, соусының бәрі мұна жүрекке сіңеді, қыздар. Губка сияқты болады. Сондай дәмді, қыздар. Мінекей. Келе жатқан жаңа жылдарыңыз құтты болсын, бастарыңыз аман, дендеріңіз сау болсын сіздерге. Әйел бақытын, ана бақытын тілеймін, қыздар. Пока!